Қызмет KZ сайты арқылы қалай жұмыс іздеуге болатынын мен қазір осы видеода көрсетемін. Бірінші осы сайтқа өтеміз. Мекенжайы қызмет.kz деп аталады. Бұл жерден әртүрлі қалалардан әртүрлі жұмыстарды табуға болады. Бұл сайттың басқалардан артықшылығы бұл агрегатор, яғни әртүрлі жұмыс іздейтін сайттар бар. Мысалға OLX болуы мүмкін, Headhunter немесе Еңбек.kz, сол сияқты басқа ресурстардан бұлар барлық жұмыстарды жинаумен айналысады. Бір жер арқылы әртүрлі жерден жұмыс іздеуге болады. Ең жоғарғы бөлігінде біз өзіміздің мамандығымызды жазуымызға болады, және сол мамандық бойынша қай қаладан жұмыс іздейміз, соны да жазуымызға болады. Немесе астында осындай қалалар бар, соны басатын болсақ, бізге белгілі бір қалалардан жұмысты ұсынады. Мысалға, Астана. Сол жақ бөлігінде айлығы бойынша сұрыптауға болады от и до. Немесе мына жерде тип вакансий деп тұр. Полный занятность деген бұл күні бойы жасайтын жұмыстар, немесе уақытша жұмыстар іздеуге болады. Арасында ғана істейтін жұмыстар, удаленный деген бар, үйде отырып кез келген жерден интернет арқылы істейтін осындай жұмыстар. Қосымша мынадай міне категорияларды біз көріп тұрмыз, әртүрлі осындай сұрыптаулар. Бұл жерде әртүрлі жұмыс көрсетілген осындай, және біз сортировка жасай аламыз. Мысалға, айлығы жоғарыларды ең жоғары жаққа шығару, немесе қосылған күні бойынша. Мысалға, 2 күн бұрын деп тұр, немесе 10 күн бұрын деп тұруы мүмкін. Бір күн бұрын болатын болса, ең жоғарысында тұрғаны қаласаңыз, ең жаңа шыққандары, свежийлары, онда осыны қолдансаңыз болады. Жұмыстың аты тұр мына жерде, одан кейін айлығы көрсетілген қай жерде. Мысалға, мына жерде жұмыс міне осыдан осыншаға дейін, Астана қаласы. Егер біз үстін басатын болсақ, бізде басқа сайтқа өтеді. Жаңа айтқанымдай, бұл қызмет KZ сервисі әртүрлі жерден жұмыстарды бір жерге жинаумен айналысады. Біз осы жұмысқа өзіміздің өтінішімізді жіберу үшін показать контактиді басып хабарласуымызға болады, немесе осы сайтқа тіркелу арқылы откликнуться деген кнопканы басуымызға болады. Әртүрлі жұмыстарды мына жерде көретін болсақ, мына жерде жұлдызша бар. Біз бұны басатын болсақ, мына жақта байқаған болсаңыз, 2 деп тұр, 3. Біз осыны таңдап қоя аламыз. Кейін маған қызық, бірақ кейін қарап көрем деген секілді. Қосымша міне осындай шығып тұрады. Керек емес болса, осылай жоя аласыз. Жоғарғы жақта тағы бір пайдалы функция бар. Мысалға айталық, сіз Алматы қаласынан белгілі бір жұмыстарды жаңадан пайда болған кезде сізге ескерту келгенін қалауыңыз мүмкін. Сол кезде подписаться деген кнопканы бассаңыз болады. Сайтқа тіркелу арқылы жаңа вакансиялар туралы ескерту алуға болады. Немесе бұл функцияны былай қолдана аламыз. Учитель английского языка дедім, Алматы және Әуезовский район дедім. Искать дегенді басамыз, сол кезде бізге осы жердегі жұмыстарды шығарады. Именно осы жерде ғана осындай вакансия пайда болған кезде ескерту алатындай етіп, осылай жазылуыңызға болады. Қазіргі жағдайдың өзінде де бізде міне 13 вакансия тұр. Подписаться дегенді басамыз, және бірақ ол үшін әрине сайтқа тіркелген болуыңыз керек. Басты бетте осы 2 бөлімнен басқа популярные компания РК деп тұр. Қазақстандағы танымал компаниялар. Мысалға Air Astana, Sulpak, немесе BI Group, Helios бар, Қазақтелеком. Осылардың ғана вакансияларын көруімізге болады, егер үстін басатын болсақ. Бұлардың жеке сайттар тұр, астында міне вакансиялар. Мысалға, бұл жерде де подписаться деген кнопка бар. Осы компанияда ғана қандай да бір вакансия шығатын болса, сізге ескерту келетіндей етіп, мына жерде міне подписаться деген кнопканы бассаңыз болады. Астында вакансия по рубрикам деп тұр. Әртүрлі, мысалға, салалар. Мысалға, страхование, IT, дизайн, немесе маркетинг, телекоммуникация деген секілді. Әртүрлі типтер бойынша көруге болады. Мысалға, без опыта деген бар, вахтовый жұмыстар бар, уақытша, түнде істеуге арналған, работа с обучением деп тұр. Егер сізде ешқандай білім болмаса, осы жердегі жұмыстарды көрсеңіз болады, олар өздері оқытуы мүмкін. Мысалға, риэлтор сияқты жұмыстар. Басқа да жұмыс іздеуге қатысты сайттар мен ақпараттарды біздің каналымыздан көрсеңіз болады.